Әдетте үйден бір бөлке нан алуға шығып, дүкеннен азық-түлікке толы 2 пакетпен қайтамыз. Кейде тіпті көздеп келген затымызды алмауымыз да мүмкін. Сізге де таныш жағдай болу керек. Неліктен дүкенде артық тауар сатып алуға құмармыз және қаражатымызды қалай үнемдейміз? Кез келген үлкен жаңағы сауда орындары, супермаркет, гипермаркеттер дейміз, сол жерде бүгін үлгеріп қал, бүгін алып қал, 2-дан алсаң, 3-шісі тегін деген сияқты көптеген әдістер пайдаланылады бүгінгі таңда. Олар маркетинг мамандар, кәдімгі жай сатушылар ғана емес, олар адамның психологиясына қалай әсер етуді біледі. Сондықтан сатуды ұлғайту, өсірудің жолдарын жасайды. Тауар өтімдігін ұлғайтатын тағы бір маркетинг тәсілі қымбат әрі аса қажет емес тауарларды көз деңгейінде орналастыру. Сондықтан қаржы кеңесшілері бір ауыздан мұндай айлаларға түспеу үшін алатын азық-түлігіңіздің тізімін жазып, одан ауытқымау керек дейді. Осылайша артық шығынды 23%-ке азайта аласыз. Ал бас қала тұрғындарының дүкенге қаншалықты жиі баратынын және қаражатын үнемдеуде қандай тәсілдер қолданатынын бірге сұрап білейік. Тізім жасап бару керек, және де тоқ бару керек деп айтады, ол да көмектеседі. Аш болып барған адам міндетті түрде артық тауар алып қоятыны сөзсіз. Мен магазинге барғанда не Каспийский карточкамен бонуспен алам. Әртүрлі жеткізу қызметтері арқылы аламын. Өйткені магазинге барсақ көп артық зат алып қоямыз, ал жеткізу не арқылы сразу өзіне керек заттарды ғана аламыз. Айына бір рет үлкен көп тауарлар алам, сол ет алам ең алдымен, содан кейін балық алам, ал күнде тек қана сүт пен нан алам. Супермаркеттерге белгіленген қолма-қол ақшамен бару керек. Зерттеулерге сүйенсек, банк карталарымен төлеу шығынды 20-30%-ке көбейтеді. Сонымен қатар, дүкенге күнделікті емес, аптасына бір рет және тоқ болып барған жөн. Әйтпесе ақшаны далаға шаштым дей беріңіз.